44 мың түйе менен 15 қойды есептеп көрсеңіз, 15 миллиард теңгеден асады екен. Үйіне оралған кезде, үйінде дастарханында ештеңе артық қосылмаған екен ғой. Соншама дүниеге еге болса да, бірақ өз отбасына тақыл-тұқыл өмірді қалаған екен да. Жоқ десе соны тұра беріп тұр ғой. Біз қатын босай, шықсайш, қайтайық ертарақ деп алдымызға салып алып, ызбандай береміз, машинада тұрып алып көге. Шайтанның сыбызғысын пайғамбардың үйінде салып отырсыңдар ма? Тейт деп айтып жіберген екен. Пайғамбарды 9 километр артынан қуып жүріп, адамдар қанға бөктіреді ғой, жаңағы тас ұрады. Кізір айт ойнайтын ауылдар болады. Ауылда бір үйлер болады, бір екі үй. Кізір айт ойнап отырады ғой жаңағы. Срочно керек болса бәленшең үйіне бар, ол жерден таппасаң ана жерде отырады деп. Жалғыз өзі барып, дүрлікпеңдер деп, бәрі жақсы екен деп қайтып келатыр екен да. Мереке өзі пайғамбар алейхиссаламға арналған ғой. Сондықтан бізге бір 10 минут уақыт берген екен. Сол 10 минутта енді пайғамбарымыз туралы біраз мағлұматты сыйдырып көрейік. Мынау Ақсап сүресінде, апалар, Алла тағала осы Мұхаммед, кәні сырттағы балалар, қазір сендерге дәмді ас келеді, сендер кішкене сабыр етсеңдер. Мына Алла тағала Ақсап сүресінің 56 аятында айтады. Расында Алла және періштелер пайғамбарға салауат айтады дейді. Қараңызшы. Иман келтіргендер, сендер де пайғамбарға салауат айтыңдар дейді. Енді қараңыз, мен өзім бастап салауат айтам деп тұр ғой. Сосын бүкіл періштелерім салауат айтады дейді. Ендеше сол салауатқа сендер де қосылыңдар деп тұр. Міне пайғамбардың дәрежесі қандай. Бұл пайғамбарымыздың енді азды көпті мүмкін білерсіздер, мүмкін сіздер үшін біраз жаңалық болар. Кішкене құлақ тұрып, пайғамбарды жан жағынан танып көрсек. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өте жомарт жан еді. Мынау білесіздер, пайғамбарымыз хижраның 7-ші жылы 10 мың әскерменен Меккені алған. Сонда Меккеде 18-19 күндей тұрған екен. Сонда пайғамбарымыз Хунайн деген соғыс болады. Өзі сол жерде Араб жазирасында ең үлкен 2 қала болған екен. Біреуі Мекке, екіншісі қандай қала? Медина деген ол кезде ол ауыл еді, кішкентай. Қандай үлкен қала бар еді? Таиф деген қала бар еді. Сол кездегі ана Меккенің шүріктері айтатын, мынау Мұхаммедті пайғамбарға неш болдында, мынау 2 қаладан ең мықтыларды сайламай ма деп жаңағы 2 кісіні айтатын да. Сонда жаңағы Таифтан білесіздер үлкен әскерменен соғысуға Меккеге қарай келеді. Сонда Хунайн деген жерде пайғамбарымызбен әскерменен сол Таифтың әскері соғысады. Сонда олар не істеген? Әйелдерін, балаларын өздерімен бірге алып алған, бүкіл дүниесінің қастарына алып алған. Не жеңеміз, не жеңілеміз болды. Басқа жол жоқ. Әскерлер артқа қарай қаша алмайды. Өйткені не дүниесі жоқ қасша, не бала шағасы жоқ, бәрі осы жерде. Қараңыздар. Сонда сол соғыста Алланың жәрдеміменен мұсылмандар жеңіске жетеді. Сонда 44 мың түйе, 77 мың қой және 1 тоннадай күміс олжалаған екен. Сонда соны есептеп көрсек, шамада 15 миллиард теңге болады екен. 44 мың түйе менен 15 қойды есептеп көрсеңіз, 15 миллиард теңгеден асады екен. Сонда Мұхаммед пайғамбарымыз, біз мәселен 2-3 айлап бір жерде олжалап келсек, жолда магнумға соғамыз ғой біз, үйге жай келмейміз ғой. Сонда пайғамбарымыз үйіне оралған кезде, үйінде дастарханында ештеңе артық қосылмаған екен ғой. Соншама дүниеге еге болса да. Сонда Абу Суфиян келіп, 100 түйе беріңізші дегенде 100 түйе беріңіз. Балама беріңізші деп, 2-ші баласына, 3-ші баласына, сөйтіп Абу Суфиян 300 түйені айдап кетеді. Солай мұсылмандардың жүректерін жаулау үшін соны сол жерде таратып жіберген екен. Қараңыздар, не деген жомарт. Бір күні бір кісі айтады, бір рудың басшысы келген ғой. Сөйтсе, сол кісіге пайғамбарымыз 2 сайдың ортасы тола қойса алдына салып жіберген ғой. Сонда сол рудың көсемі барып, еліне барып айтты ғой.
Ey адамдар, ислам дінін қабылдаңдар. На Мұхаммед кедейліктен қорықпастан маған үлкен байлық берді деп айтқан екен, қараңыздаршы. Жомарттық. Бірақ өз отбасына тақыл-тұқыл өмірді қалаған екен да. Жоқ та емес, тым көп те емес ше. Міне. Пайғамбар біздің осындай жомарт еді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам әйелдерін дұрыс істе ешқашан қайтармайтын болған екен. Бір күні эфиопиялық жаңағы сайысатын кісілер өнер көрсетіп, сол балалар мешіттің ішінде өнер көрсетіп жүреді. Пайғамбарымыз Айша келіншегін айтады, Айша келіш бері деп шақырса, жаңағы эфиопиялықтар найза менен неменен өнер көрсетіп жатыр екен мешіттің ішінде. Сосын Айша келіп дейді, пайғамбарымызына иығына басын қойып қарап тұрады. Тамашалашы мынаны деп. Сонда біраз уақыт өтеді, болдың ба дейді. Болған жоқпын дейді. Біраз уақыт өтеді, болдың ба дейді. Енді ішке кірейік деп тұр ғой енді. Жоқ, болған жоқпыз дейді. Ал пайғамбарымызбенен пайғамбардың мешіті менен үйінің арасы бір-ақ қабырға болатын. Сонда болдың ба дейді, жоқ дейді. Болдың ба дейді, жоқ дейді. Сонда Айша анамыз айтады ғой, мен негізі бұныға қатты қызығып тұрған жоқпын дейді. Мен бұдан кейінгі әйелдерге білдіргім келген еді дейді да. Пайғамбардың мені қалай құрметтейтіндігін дейді. Қарсаңшы. Көңіліне қарап, жоқ десе соны тұра беріп тұр ғой. Біз қатын болсай, шықсайшы. Қайтайық ертарақ деп алдымызға салып алып, ызбандай береміз. Машинада отырып алып көбе. Ал пайғамбар болса, сол әйелін соңына дейін күткен екен де міне. Міне, бір күні пайғамбарымыздың үйіне, Айша анамыздың үйінде бір екі жас қыз ән салып отыр екен. Пайғамбарымыз кірсе жаңа ән салып отыр екен. Сосын пайғамбар бараттағаны төсегіне арт қарап жатып ұйықтап қалады. Сосын артынша сәлден кейін Абу Бәкір кіріп келеді. Сосын жаңағылар әлі ән салып отыр екен. Сол әнді не туралы? Ана Бұғас деген кезінде соғыс болатын. Аус пен Мединада Хазраждардың арасындағы соғыс туралы әнді айтып отыр екен. Сонда пайғамбарымыз жаңағы Абу Бәкір кіріп келеді де, ей дейді, шайтанның сыбызғысын пайғамбардың үйінде салып отырсыңдар ма? Кейт деп айтып жіберген екен. Сонда ана кісілер екі қыз ыңғайсызданып кетіп қалған екен да. Сол кетпей тұрып пайғамбарымыз Абу Бәкірге айтады, ей Абу Бәкір, тиіспе бұларға дейді. Мереке ғой. Сонда пайғамбарымыз тіпті осындай шариғат тыймайтын нәрселерде әйелдерге осындай кеңшіліктер жасаған екен міне. Сондықтан да пайғамбарымыз осындай жан болған екен. Пайғамбар алейхиссалату вассалам әйелдермен, балалармен ойнайтын. Пайғамбарымыз тіпті Айша анамызбен жарысатын. Кел жарысайық та жарысып кете беретін ғой жаңағы. Пайғамбарымыз сондай әзілдесетін жан еді. Бір күні жаңағы Анас ибн Малик пайғамбарымыз шақырып алып, қызметінде болған ғой енді, сөйтіп бір жерге жұмсап жібереді. Сөйтсе, бала ғой енді 10 жасар, 10-нан асқан. Орындау керек екенін білем дейді. Бірақ Алланың атымен ант етейін, айтқан жеріне бармайым дедім да, шығып кеттім дейді. Сосын жаңағы барып, базардың қасында ойнап жүрген балаларға қосылып кеттім дейді. Бірақ арада біраз уақыт өтеді, Анас жоқ, пайғамбар үйде күтіп отыр. Сосын бұл бала қайықта екен деп шығады ғой. Сөйтіп базардың қасында ойнап жүрген балаларға барады да, ей Анасжан деп, қарасаңызшы, Анасжан деп еркелетіп сөйлейді. Ал біз не істейміз? Көрінген жерден ей деп айқайлаймыз ғой. Және ауыр сөздер айтамын. Ол Анасжан деп қасына барып, және иығынан түрткен екен ғой. Қарасам Алланың елшісі маған қарап күліп тұр дейді. Сосын айтты дейді, мен жұмсаған жерге бардың ба деп еді, мен кетіп бара жатырмын Алланың елшісі деп. Ойнап ұмытып кеткен ғой жаңағы, көрдіңіз бе? Яғни пайғамбардың балаларды ешқашан қатты сөйлемейтін, және пайғамбарымыз ешкімді ешқашан ұрған емес. Ол кісі өзі үшін ешқашан кек алмайтын. Пайғамбарымыз Убай ибн Халафты ғана Ухуд соғысында ғана қол жұмсаған адам екен. Өмірінде бір-ақ адамға соғыста қол жұмсаған. Басқа еш жерде ешкімді ол кісі өлтірмеген. Және өзі үшін ешкімнен кек алмаған. Мынау білесіздер, ол кісі мейірімді кісі болған ғой, жаңа Таиф деген 100 километр. Мынау Сауд Арабиясында біздің көкөніс Қазақстанда қай жерде өседі? Оңтүстікте өседі ғой, о жақтың оңтүстігі сол Таиф қаласы.
О жақта көкөністердің бәрі сол Таифта өседі. Өйткені ол таулы жерде, биік жерде орналасқан. Сонда жаңағы Таифтан қайтып келе жатады. Пайғамбарды 9 километр артынан қуып жүріп, адамдар қанға бөктіреді ғой, жаңағы тас ұрады. Балаларына, құлдарына ұрғызады. 9 километр қашып барып, ана балалар қайтады. Сонда бір жүзім бақтың астында отырған кезде Жибрейіл періште өзімен бірге тау періштесін алып келеді. Менің қасымдағы, ей Жибрейіл, тау періштесі дейді. Егер қаласаң, мына тауды дейді, Ақшабайын деген екі тау бар екен. Ақшабайын деген Меккенің қасындағы ең үлкен екі биік тау екен. Соны мына меккеліктердің үстеріне тастап жіберейін деп тұрмыз дейді. Егер сен рұқсат етсең дейді, қарасаңызшы. Жарайды, рұқсат етемін. Төбесіне тастап жіберіңдер десе, ана бүкіл мынандай екен, әр таудың өзінің жауапты періштесі бар екен. Және бүкіл таулардың жауапты періштесі бар екен. Сол періштені алып келген ғой. Сонда айтады ғой, жоқ. Бұлар болмаса да мүмкін осылардың белінен мүмкін Аллаға ғибадат қылатын жандар шығады деп, пайғамбар өзін жаралаған жанға рұқсат бермеген екен. Міне пайғамбар алейхиссалам аз іске болса да қуана білетін. Имам Тирмизиде жеткізген хадисте айтады ғой, бір сахаба Ибн Харис деген, пайғамбардан көп күлетін адамды мен көрген емеспін дейді. Көп күлетін деген жымиып. Мына қарқылдап күлмейтін ол кісі, көп күлмейді. Мына жымиып жүреді деген. Осылай. Пайғамбардан көп жымиятын адамды мен көрген емеспін дейді. Бір күні пайғамбар сосын өзі отырған жерде адамдарды көп күлдіретін болған екен. Сосын бір сахаба айтады, Алланың елшісі дейді, сіз адамдарды ең көп күлдіресіз. Қалай өтіп жатыр ма? Жалықтырып қоймадым ба? Жалғастыра береміз ба? Аз қалды. Сонда айтқан екен, сіз адамдарды Алланың елшісі көп күлдіресіз ғой деп айтқан екен де бір сахаба. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен, тек шындықпен деп айтқан екен да. Күлдіреді, тек шындықпен күлдіреді. Пайғамбарымыз бір күні, менің мына аяғым қай, неге ұқсайды деген кезде ешкім таппаған екен да. Мына аяғым екінші аяғыма ұқсайды деген екен да. Бір күні бір апа келіп, Алланың елшісі маған дұға қылыңызшы, жәннатқа кірейін десе, апалар жәннатқа кірмейді депті. Сөйтіп ана апа жылап кетіп баратса, сахабаларға айтыпты ғой. Қараңызшы, мына апалар сіздер жәннатқа кірмейді екенсіздер. Бұны кім айтқан? Пайғамбар айтқан. Өзінің алдына келген бір апаға. Сөйтіп ана кісі кәдімгідей көңілін алып жылап кетіп қалды. Сосын кетіп баратып, ана сахабаға, апаға айтыңдар, расында Алла Уақиға сүресінде ғой, расында біз оларды, апаларды қайтадан жаратамыз. Олар күйеулерін сүйгіш жап-жас құрдастар болады деген екен апа. Міне. Бір күні бір әйел бұрынғылар күйеулерін іздесе мешітке келетін болған екен ғой. Біздікілер қаяқтан іздейді күйеулерін. Күзір айт ойнайтын ауылдар болады. Ауылда бір үйлер болады, бір екі үй. Күзір айт ойнап отырады ғой жаңағы. Срочно керек болса бәленшең үйіне бар, ол жерден тап барсаң ана жерде отырады деп. Бұрынғылар мешітке іздеп, келсе мешітте Алланың елшісі отыр екен. Алланың елшісі, мен күйеуімді көрдіңіз бе деген ғой. Сөйтсе ана келіншекке қарап тұрып, қайсы еді сенің күйеуің? Көзінің анау ағы бар ма депті. Сөйтсе, жоқ ой, менің күйеуімнің көзі де ағы жоқ депті. Сөйтсе пайғамбарымыз күліп, көзінің ағы болмайтын ешбір адам болмайды деген екен да. Сіздер ғана қарашықтың айналасындағы ақты айтқан екен. Міне пайғамбарымыз осылай адамдардың көңілін көтеретін болған екен. Ол кісі өте батыр кісі болған екен. Али деген сахабалар айтады, Ухуд соғысында дейді, пайғамбарға жаңа дұшпанға ең жақын тұрған пайғамбар еді дейді. Ең жақын тұрған. Соғыс қатты қызған кезде арқаларымызды беріп, сол кісінің артына қарай тығылатын еді дейді. Соғыс болып ғой енді, қылыштасып жатыр. Пайғамбарымыз қашпайтын деген. Хунайн деген жаңағы соғыста сахабалар оқ жаудырған кезде бәрі артқа қарай қашқан екен. Сонда пайғамбар алейхиссалам қашпаған екен. Міне батыр. Бір күні мынандай ғой енді, бүкіл адамдардың барлығы пайғамбарды түбімен жоямыз деп енді бәрі жабылып жатыр ғой, білесіздер. Хандақ деген соғыс болған, Ақсап деген білесіздер. Бүкіл
Әлем жабылып жатыр пайғамбарды құртуға. Пайғамбар әр жерде қашып жүрмеген, Мединаға келіп орныққан ғой. Қай жерден іздеймін десе, іздейтін жері белгілі Медина. Бірақ пайғамбар бүкіл сахабалар сол кезде қорқып жүреді. Пайғамбар да қорқып жүреді. Бір күні шіркін-ай, менің үйімді бір кісі күзетсе ғой деп іштен ойлаған екен. Енді үйіне келіп біреулер не істеп кете ме деп ойлайды түнде. Сөйтсе, бір күні бір сықырлатып, біреу қылышы сықырлатып тұр екен, бүйтіп шығарса бір сахаба екен. Сонда сахабалар кезекпен пайғамбардың үйін қорғап жүретін болған екен бірнеше күн. Арада бірнеше күн өткеннен кейін пайғамбар қайтадан есіктен басын шығарып, "Ей, сахабаларым, қайта беріңдер. Бұдан былай Алла мені өз панасына алды" деп айтқан екен. Сонда бір күні дүрілдеген бір дауыс шыққан екен мына жақтан. Кәдімгі аттардың шабып келе жатқан дауысы ғой жаңағы. Сөйтсе, адамдардың бәрі дүрлігіп не болып қалды? Әскер келе жатыр ма? Кән жиналып 4-5 жігіт көріп қайтайын деп, пока жиналып ен шыға берсе Мединадан, пайғамбарымыз бір сахабаның атын жайдақ мінген, ана жақтан көріп келе жатыр екен ғой жалғыз өз. Батырды жалғыз өз барып, дүрлікпеңдер деп, бәрі жақсы екен деп қайтып келе жатыр екен да. Міне пайғамбарымыз осындай батыр болған екен. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бұл балажан еді, мейірім еді, өзі үшін ешқашан кек алмайтын, әйелдермен ақылдасатын, үйістерінде енді сондай жақсы жан еді. Сондықтан Құдай қаласа пайғамбарымызды жақсы көрейік, оны сүйейік, пайғамбарымыздың өмірімен жақын болайық. Тыңдағандарыңыз Алла разы болсын. Рахмет.